Облысымызда мемлекеттік тіл саясаты бойынша жұмыстар тұрақты түрде жалғасын табуда. Осы орайда атқарылған шаралар туралы ақпараттық шолуды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай облыс мәдениет тілдер дамыту және архив ісі басқармасының ұйымдастыруымен 2021 жылғы 21 қазанда облыс әкімінің орынбасары Айзада Амангелдіқызы Құрманованың қатысуымен тілдік келісім, бірлік пен тұрақтылықтың кепілі тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Дөңгелек үстел барысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізі атты Қазақстан халқына жолдауындағы мемлекеттік тілге қатысты негізгі міндеттерді жүзеге асыру және ұлтаралық бірлікті нығайтудағы маңыздылығы мен қазақ тілінің этносаралық қатынас тілі ретіндегі рөлі, қоғамның барлық саласында толыққанды қызметін қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Жалпы дөңгелек үстел отырысына облыстың этномәдени бірлестіктерінің жетекшілері, үкіметтік емес ұйымдарының өкілдері, халықаралық қазақ тілі қоғамының Павлодар облыстық филиалының мүшелері, тіл жанашырлары мен жергілікті зиялы қауым өкілдері, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері және мемлекеттік тілді жетік меңгерген облыстың этножастары қатысты. Облыс мәдениет тілдер дамыту және архив ісі басқармасы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің ұлттық тестілеу орталығымен бірлесіп, 2021 жылғы қазанның 18 мен 22 аралығында Торайғыров университетінде қазтест жүйесі бойынша диагностикалық тестілеуді өткізді. Қазтест жүйесі бойынша тестілеуге барлық санаттағы азаматтар мен әртүрлі саланың қызметкерлері қатысты. Атап айтсақ, мемлекеттік қызметшілер, мемлекеттік қызмет көрсету ұйымдарының қызметкерлері, әскери құрылымдар мен ұйымдардың қызметкерлері, білім беру, мәдениет және денсаулық сақтау салаларының қызметкерлері, аумақтық департаменттердің инспекцияларының қызметкерлері, заң, құқық қорғау, полиция, әділет департаменттерінің қызметкерлері, ұлттық компаниялардың қызметкерлері және сонымен қатар қала және аудандарында барлық санаттағы және барлық саланың қызметкерлері қатыстырылып, барлығы 600 адам қамтылды. Ағымдағы жылғы қазанның 12 мен 15 аралығында облыс мәдениет тілдер дамыту және архив ісі басқармасы халықаралық қазақ тілі қоғамы Павлодар облыстық филиалымен бірлесіп, Успен Шарбақты аудандарында жұмыс сапарын ұйымдастырды. Бұл шараның мақсаты жергілікті жерлердегі қазақ тілі қоғамы филиалдарының қызметін жандандыру және қоғаммен кездесу барысында мемлекеттік тілді дамыту мен қолдануға бағытталған шаралар мен ұсыныстарды тыңдау, жергілікті жерде қазақ тілін оқыту курстарын ұйымдастыру, мемлекеттік тілде қызмет көрсетудің жағдайы мен алдағы уақыттағы дамыту мәселелері талқыланды. Ұйымдастырылған кездесулерге тіл жанашырлары және халықаралық қазақ тілі қоғамының мүшелері, аудандық мәслихаттың депутаттары және жергілікті білім беру ордаларының пән мұғалімдері мен мемлекеттік мекемелердің өкілдері қатысты. Бұл жұмыс сапар облысымыздың басқа да қала аудандарында жалғастырылатын болады. Ағымдағы жылғы 28 қазанда жергілікті Ирбис телеарнасының Айтарым бар бағдарламасында қазтест жүйесі бойынша тілдерді дамыту және латын графикасына көшіру бөлімінің бас маманы Жолшыбекова Жібек Нұрсейітқызы сұхбат берді. Павлодар облысының мәдениет тілдер дамыту және архив ісі басқармасы ана тілі орталығымен бірлесіп 2021 жылғы 28 қазанда шағын және орта бизнес өкілдеріне арналған семинар-тренинг ұйымдастырды. Аталған шара халықаралық қазақ тілі қоғамының облыстық филиалы мен Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасы арасындағы өзара ынтымақтастық туралы меморандум шеңберінде және азаматтардың мемлекеттік тілді меңгеру ісіне бағыт беру, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту жолында әріптестік пен бірлескен іс-әрекет атқару мақсатында өткізілді. Семинар-тренинг барысында Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заң талаптарына сәйкес көрнекі ақпараттарды сауатты рәсімдеу және халыққа қазақ, орыс тілдерінде сапалы қызмет көрсету мәселелері түсіндірілді. Сондай-ақ ана тілі орталығының директоры Шолпан Докторбайқызы Кенжикова шағын және орта бизнес өкілдеріне дәріс оқып, қазақ тілін қызмет барысында қолдану бойынша тиімді әдіс-тәсілдер мен ұтымды ұсыныстарын жасады.